Мен 2-3 күннен бері сіздерге Амаркес деген нені айтып жүрмін, брокерді. Мен сол брокермен жұмыс жасап жүргеніме пәленбай уақыт болды. Осыдан бір жылдан асып қалды. Тфай. Проблема жоқ. Выводтан, шығарудан, тому подобное. Жаңағы исполнение бәрі жақсы. Сол брокерға сіздер тіркелесіздер. Қазір осы зумнан кейін мен үлкен пост саламын, сол жерде менің ссылкам болады. Если сіз ютубтан көріп отырған болсаңыз, описаниедағы каналға тіркелсеңіз, осы Gold Prime каналға тіркелсеңіз, сол жерде бәрі тұр. Мысалға сіз экснестен ақшаңыз шығып қалса білмейсіз ғой қайда хабарласу керек екенін. А менде Амаркестен ақшам шықпай қалса или проблема болса мен білемін. Мен Шариярға или Дінмұхамедке звондаймын. И дальше олар өздері шешіп береді. Осы Амаркестің СНГ бойынша, бүкіл СНГ бойынша директорын жеке танимын. Мысалға бірнеше рет көрдім. Бұрын тіркелген бонус ала аламын ба? Енді бонусты білмеймін. Сіздердің бонустарыңыз осы лайфтрейд қой. Минимальный депозит сіздерге былай более-менее нормальный жұмыс жасау үшін депозит ол бір $200 болу керек. Анау $50 салып $5000 жасадым деген өтіріктерге сенбеңіздер. Ең минимальный депозит сіздерде $200 болу керек. Ең минимальный. Вот сол кезде барып сіздер жасайсыздар. Например, мен ертең понедельниктен бастап лайфтрейд жасаған кезде мен Амаркес брокермен жасаймын. Значит, спредтар, стоптар бәрі сол именно Амаркеспен жасалынатын болады. То есть сіз басқа бір брокермен келіп ол жасамайтын болса, онда ренжімейсіздер. Лайфтрейд күнде бола ма? Құдай қаласа, денсаулық болса, интернет бәрі нормально болып тұрса, иә, күнделікті болады. Енді мен осылай лайфтрейдқа кіретін болсаңыздар да тіркелу керексіздер. То есть Амаркестің мен осында ссылкасын салам, тіркелесіздер, жаңағы депозиттарыңызды минимальный $200 саласыздар. Без проблем. $50 салып істесең де, салмай қойсаң да вообще без проблем. Просто менімен бірге лайфтрейд жасайтын болсаңыздар, минимальный депозит $200 болу керек. Өйткені менде мына жақта мен ертең понедельниктен бастап сіздермен бірге лайфтрейд $200 бастаймын. Менде $200 болады, сізде $200 болады. Мен кірген лотпен сіздер кіріп отырасыздар қайталап. Мен күнделікті лайфтрейд өткізіп отырамын. Сіздер жаңағы $200 салып қоясыздар да менімен бірге торговать етесіздер. Күнделікті лайфтрейдтің жаңағы запистарын бәрін сіздерге беріп отырамын мысалға. Там нету керек жаңағы типа қалай позицияға кіру керек, қалай стратегияны көру керек, былай кіреді, былай кіреді, бәрін без проблем көрсете беремін. Өйткені Америкадағы бір мықты трейдер болған. Сол 90-шы 2000-ші жылдары ол бір какой-то бір аз уақыттың ішінде пәленбай $1,000,000 жасады. И журналист одан қалай жасадыңыз деген кезде ол айтады, типа сыры неде деген кезде ол айтып отыр да, мен өзімнің стратегиямды газеттің бетіне шығарып, былай сатып жібере аламын дейді да, то есть газетпен таратып жібере аламын, оны бірақ ешкім істей алмайды дейді. Неге? Өйткені ол стратегиямен жұмыс жасау үшін күнде жанында отыру керек. Так вот, стратегияны күнделікті зумда отырып көресіздер, күнделікті осылай 20-30 адам, там AliExp, сол ма дастан? И вот осылай отырып көресіздер, біз лайфтрейд жасаймыз, записьтарын салып отырамын, таңертең бисмилля деп торговляны бастаймыз, $200. Қараңыз, ешқандай лайфтрейд жаңағы VIP канал деген жоқ. Мен зумның ссылкасын осы жерге жібере беремін. Ар жағын уже іштеріңіз білсін. Тіркелмей қойсаңыз да сізге ешкім қуып жатқан жоқ. Просто тіркелсеңіз чуть нормально. Неге? Өйткені мынандай болуы мүмкін. Амаркетста стоп мына жерде тұруы мүмкін. Вернее, баға осы жерде тұруы мүмкін да, стоп осының астында тұруы мүмкін былай. Экснеста чуть жоғары тұруы мүмкін да, стоп мына жерде тұруы мүмкін. Именно поэтому біздің стопқа жетпей кеткен кезде сіздің стопыңыз іліп кетуі мүмкін. Мүмкін. Поэтому желательно сол бәріміз бір брокерде отырғанымыз. Все. Понедельниктен бастап лайфтрейд. Менің біліміме так сіздер білесіздер қандай екен. Одан сайын лайфтрейдте білімді көрсетіп, еба, жаңағы қора, бірдеңке деген сияқты соның бәрін көрсетіп, кешірек копи трейдингтің несін көрсетіп, жаңағы результатын көрсетіп, ал енді жігіттер кеттік копи трейдингқа деп шақырып бастап кету ойым. Так, артынан копиға қосылуға болады. Так, как есть айтып жатқаныңызға риза отырмын дейді. Рахмет. Мына жақта ютубтан записін көріп отырған жігіттер мен қыздар болса, комментарий жазып, лайк басып, кішкене нетіп қойыңыздар. Каналды былай жандандырып ше. Деп кетейік. Бүгін солай алмады ордерді дейді. Вот, бізде алды. Понимаешь? Потому что мысалға жаңа Нұржан отыр осы жерде, может сол каналда жаңағы бізде мендегі обучение жүрген. Обучение жоқ болды, сол 4-5 адамға повезло, алдында маған қатты ақша керек болған кезде мен айттым, повезло, жазылып қалды. И вот они могут подтвердить, что біз жалпы картинаны трейдингіден көреміз да, а уже позицияға кіретін кезде сол именно брокердің, то есть метатрейдердің ішінен барып точка іздейміз. Потому что кейбір жерлерінде отличие болады. Лайфтрейдті $200 бастаймын. Новости кезде кірмейміз. Артынан копиға қосылуға болады. Енді лайфтрейдқа дайындық. Қараңыздар. Амаркесқа тіркелесіздер, $200 саласыздар. Сол тіркеліп жатқан кезде мына жерде ақпараттың бәрі жазылады, қазір просто ұмытып қаласыздар. Тұзға шомылып тұрыңыз, көз тиіп кетеді дейді. Болды. Келесінде де мына жерге кеу жапып шығамын деймін. И вот тіркелесіздер, содан кейін егер мүмкін болып жатса, жаңағы мен көрсеткен робот сатып алып тіркеп қоясыздар. Комментарийда сол
нұржандар, сол жігіттер өздері разобрались, солар көмектеседі. И вот понедельниктен бастап бастаймын. Енді қараңыз, мен сіздерге қазір чуть позже емес, прям дәл қазір мынаны жіберіп қояйын. Лайв трекке қатысқысы келетін жігіттер мен қыздар мен орнатып алдым осыны. Ақ шешіп алып тастаймын ба копиді. Қазір айтамын. Сұрақтарға қазір жауап беремін. Бүкіл сделка қалмай кіреді. Иә. Өте салсаң ештеңе кетпейді. Нұржандар қанша біраз сделканы өткізді ғой, ничего страшного. Мынау индикатор қалай қолдану керек екенін қазір сразу түсіндірейін. Кіресіздер, мынаны қазір жауып қоя салайын. Былайынан индикаторды қосып аласыздар. Так, мынаны жауып салайын, мынаны жауып салайын. Мынаны керек емес. Міне. Мынаны осылай қосасыздар да өздеріңізге. Осылай қосып, 4 сағаттан бастап төмен қарай 4 сағатқа әкелесіздер. Содан кейін мынау аза инсайт деп тұр ғой. Соның мынау еще деген жерін басасыздар да добавить оповещение дейсіздер. Тура осыдан тұрады міне. Инсайт бар, аза инсайт, анау мынау. ютубтан көріп отырған жігіттер мен қыздар болса, онда описанияда каналдың ссылкасы тұрады, соған қосыңыздар, сол жерде осы индикатордың бәрі бар. Осыны қосасыздар, создать деп басасыздар и все. Осылай 4 сағат, 3 сағат, 2 сағат, 1 сағат 30 минут. Осы бесеуіне уведомление қойып шығасыздар. Сол кезде сіздерде осылай ненің будильниктің суреті тұру керек. Міне 3 сағат, 4 сағатта тұр, 3 сағатта, 2 сағат, 1 сағат и 30 минутта тұр. Мен қазір 3 минутқа қойып көрсетейін, қалай келетінін. Міне создать деп қойып қоясыздар. 3 минутқа міне шықты. Енді менде қазір 3 минутта инсайт бар шығатын болса, мына жерде мынандай сары свеча шығатын болса, ол кезде маған уведомление келеді. Мына жерге бүйтіп уведомление шығады. И телефонға келеді тоже. Мақсат қалай? Таңертеңнен кешке дейін компьютердің алдында отырмаймыз. То есть мен отырмаймын. Мен ана жерде артында жатамын, ана жерде жатамын. Кино көріп та. Каждый жарты сағат сайын, немесе каждый 1 сағат сайын осындай инсайт бар шығуы мүмкін. Ары қарай сол инсайт барды қалай қараймыз, қалай кіреміз, оны мен лайв тредте көрсетемін. Енді қараңыз. Вот инсайт бар шығады. Сол инсайт бар шыққан кезде мен компьютер алдына келемін. Так, енді біз давай точка входа іздейік. Раз, два кіреміз позицияға. Если позиция берсе, мүмкіндік берсе біз кіреміз, мүмкіндік бермесе кірмейміз. Келесі жарты сағатқа біздің қолымыз бос. Немесе келесі 1 сағатқа. Түсінікті? Так, Архат красавчик көмектесуге дайынбыз дейді. Аза ссылкасы болса сол робот лот есептейтін. Ссылкасы дейсің ба? Чтоб прямой кіріп сатып алатын ба? Сіздердің жұмыстарыңыз сол не ғой? Осындай бір робот жасап сатып қою керек өзіме де ше. Осы общенің саудасын біз жүргізіп жатырмық негізі. Так вот, опять-таки повторюсь, если сіздер тереза төлеу керек. Иә, если сіздер ютубтан көріп отырсаңыздар, онда осы видеоның астында описанияда ссылка тұр, осы каналдың, сол каналға кірсеңіздер, мына жерде роботтың ссылкасы, мына жерде индикатордың ссылкасы, мына жерде тексттің записі, жаңағы копиясы бәрі тұр. Так. Вот, значит, міне бізде инсайт осы бізге керек, осыған не керек, индикатор керек. Значит, индикатор жөндеп қоясыздар. Бірінші амальсқа тіркелесіздер, $200 саласыздар. Осы индикаторды тіркеп қойып қоясыздар. Содан кейін лот санауды үйренесіздер. Или осы робот сатып аласыз, или ChatGPT-мен санайсыз, или тому подобное. Бірақ өздеріңіз көресіздер, қалай сіздерге ыңғайлы. Бұл жерде өте жылдам қозғалу керек болады. Мысалға былай. Например, жаңа міне мынау сияқты жаңа ең бірінші осы жерді көрсетсеңізші. бір екі үш. Вот все. Міне тұр индикатордың ссылкасы. Міне жаңағы роботтікі. Все, керемет. Мысалға мынандай болды да. Міне мына жерде. Жоқ, мына жер емес. Енді ол интернеттен шығар. Қазір жөнделіп қалар, болмаса несін көресіздер. Записін көресіздер. Мысалға осы жерде тұрған кезде, мен осылай тұрған кезде экранды ауыстырамын да, MetaTrader'ға ауыстырамын да, и сразу кіреміз деген кезде сіздер бірге кіріп отыруларыңыз керек қой.
тейкті қойып, стопты қойып, біз шығып отыра береміз и все. Так, лайф трейдті қай сессияда жасайсыз? Таңертеңнен бастап жасай береміз. Таң атқаннан бастап. Таң атады, кіреміз и жасаймыз. Көз тиді дейді. Мүмкін, мүмкін. Так, мына графикта сіз сұлам арқылы кірдіңіз ғой деймін. Мүмкін, мүмкін. How USD и SFD. Разница бар ма? Жоқ, екеуі бір ғой. Екеуі бір. Жарайды, онда біз осы салада қанша жыл? 2 жыл болып қалды примерно. 2 жыл болып қалды, одан сәл асты, может быть даже. Разница в чем? Сіздер мүмкін бір басқа жұмыспен бірге қосып жасап жүрген шығарсыз, ал бұл менің таза жұмысым. То есть таң атқаннан кеш батқанға дейін осы жұмысты жасап жүрмін. Поэтому год за два дей ма? Примерно солай өтеді. Амарксқа толық қалай тіркелу керек екен, видео түсіндірмелер бар ма? Бар. Лайфтрейд видео обучение болады сияқты ғой, да. Иә. То есть былай ғой, вин-вин. Сіз мен айтқан брокерға тіркелесіз, $200 саласыз, мен мына жақтан өзім білімді беріп отырамын, и сол жақтан түскен бір какой-то тиыннан мен тауып отырамын, и құдай қаласа сіздер тауып отырасыздар. Ар жағы еще көп трейдинг. Лайфтан 200-ден бастап 1000-ға жеткен копияға қосуға болады ғой, түсінген. Ну да, болады. Проблем жоқ. Қайдан тапсаңыз да. Просто андай кредитқа, қарызға алып жасаудың қажеті жоқ. Берекесіз болады просто. Ол өте жақсы, өз слив болып шашады. Слив болмау үшін стоп қою керек. Стоп қою үшін стопты санай алу керек. Мен сіздерге уже инструменттердің бәрін бердім. Қалай санау керек, қалай роботты қою керек и тому подобное. Азеке $200 болмаса лайфқа қатыса алмаймыз ғой дейді. Қатыса аласың. Оның ссылкасы осы жерге түседі, осы жерге жіберемін, тура осы сияқты бәрі қатыса береді. Просто құр қарап отырасың да. Бұл. Причем ешқандай рөл ойнамай ма? Жоқ, ешқандай рөл ойнамайды. Депозит аз кезде ойнау мүмкін, былай нормальный кезде ойнамайды. Азеке сонымен не только лайфтрейд через Zoom болып тұра ма или Telegram жазып болып тұрасың ба? Через Zoom болып тұрады. Телеграмға жазып отырамын деп айта алмаймын. Өйткені ол өте жылдам болады да, мен үлгере алмай қалуым мүмкін. Егер көріп қалсам, мынау сияқты болып көріп қалсам, айтуым мүмкін. Но не всегда. В основном осы неде, зумда болып тұрады. Қайырлы түн, сау болыңыздар. Ал кім ютубтан көріп отыр, онда описаниеда ссылка бар, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Gold Prime канал, ешқандай VIP жоқ. Осының өзі VIP. Считайте, что басқа каналдардың бәрі простой канал болды да, и сіздер VIP-қа келдік деп есептеңіздер. Все. Жақсы. Қайырлы түн, сау болыңыздар.